Жалпы орта мектебінің 5 сынып оқушысы Мәлік Шанеке Медетқызы. Менің қорғайтын жобамның тақырыбы цифрлық дәуір және жастар құндылықтары. Кіріспе 21 ғасыр ақпараттық технологиялар мен цифрлық коммуникациялардың қарқынды дамыған кезеңі, яғни қазіргі қоғам ақпараттық қоғам және цифрлық қоғам деп сипатталады. Әлеуметтік желі Instagram, TikTok, Telegram, Facebook және тағы да басқа адамдар бір-бірімен ақпарат алмаса алады және де осындай платформаларға контент жариялай алады. Зерттеудің мақсаты. Бұл зерттеудің мақсаты әлеуметтік желілердің жастарға деген тигізетін оң және теріс әсерін талдау және де қазіргі заманда қоғамдағы рөлін бағалау. Әлеуметтік желілердің теориялық негіздері. Әлеуметтік желілер интернет технологияларынан жасалған, яғни мәтін, фото, видео деген платформаларды бір-бірімен алмаса алады және де бір-бірімен қарым-қатынас жасайды, яғни жариялауға және таратуға мүмкіндік беретін платформалар. Жастар мәдениетінің ұғымы. Қазіргі жастар субмәдениетке жатады, яғни сол ұғыммен қарастырған субмәдениет ол өзіндік өмір салты, киімі, сөйлеу мәдениетінің нормалар жүйесі. Жастар мәдениеті қоғамдағы белгілі бір әлеуметтік демографиялық топтың, яғни 14-29 жас аралығындағы жастардың өмір сүру салты, рухани құндылықтары және де мінез-құлқы үлгілері, тілдік ерекшеліктері мен және әлеуметтік қарым-қатынастары. Әлеуметтік желілердің оң және теріс әсері. Әлеуметтік желінің оң әсері ақпаратқа оңай әрі тез қол жетесің және де шығармашылығын дамиды және білім аласың. Әлеуметтік желілердің теріс әсері ол психологиялық әсер және де стресс деңгейінің артуы және де жалған ақпараттар. Қазақстан жастары және әлеуметтік желі. Қазақстан жастары аналитикалық деректерге сәйкес Қазақстанда 66,2% телефонды тұрақты әлеуметтік желіні тұрақты түрде пайдаланады, 1,9% мүлдем қарамайды. Яғни бұл әлеуметтік желілердің жастар арасындағы терең енгенін көрсетеді. Зерттеулер бойынша Қазақстанда жастардың 76,3% ол 18-24 жас аралығындағы әлеуметтік желілері негізгі көз ретінде қолданады. Бұл дәстүрлі бақтың рөлін төмендеп цифрлық медианың күшеюін көрсетеді. Платформалар бойынша ең танымал желілер келесідей: WhatsApp 89,4%, Instagram 79,8%, TikTok 63,9%, Telegram 29,6%. Бұл көрсеткіштер Instagram мен TikTok жастар арасындағы танымал платформалар екенін көрсетеді. Мен зерттеу барысында Қазақстан жастар арасында әлеуметтік желілердің танымалдығына қатысты статистикалық талдау жасадым. Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің жалпы әсері, позитивті әсері ол яғни 55%, ал негативті әсері 30%, нейтралды әсері 15%-ді құрайды. Қолдану уақыты бойынша талдау. 1-2 сағат ол қолдану жақсы, яғни норма. 3-5 сағат арасында ол орташа қолдану. 6 сағаттан жоғары ол телефонға бейімділік, яғни тәуелділікке жатады. Төмендегі платформа қолдану деңгейін визуалды түрде көрсетеді, яғни WhatsApp 89%, Instagram 80%, TikTok 64%, Telegram 25%.
әлеуметтік желі жастар арасындағы оң және теріс әсері дәрежелі, сонымен қатар әлеуметтік желі қазіргі ақпараттық қоғамның ажырамас бөлігі екенін көрсетеді.